Вот. Қазір поля келдік. Теперь мына баламен қазір футбольный контент түсіретін боламыз. Давай, брат. Кеп футбольный контент түсіреміз, а? Давай. Все тогда, бастаймыз. Осы бала кім деп сұрағандарға оның жауабы. Кеттік, брат, айт. Менің атым Жанибек. Менің өз YouTube каналым бар. Ол АКДО жастардар шығады. Маған поддержка беріп, қолдауларыңызды сұраймын. Так что давайте. Маған қарай жазып кеттім. Да, брат. Осы адамға жазылыңдар тогда. Только менде русский ғой бәрі. Я бұда футбольный контент болады, яғни біз бірге футбольный контентті бастап жатыр. Каналдың ссылкасы описанияда болады. Қазір толықтай біз дайындалып жатырмыз. Яғни видеоны түсіріп болған соң сіздермен бірге қайтадан кездесетін боламыз. Ендеше осы видеоның соңына дейін көріп, лайктарыңызды қойып, бізді қолдап кетіңіздер. Вот. Қазір бастап кеттік. Осылай түсіресіздер, достар. Міне осылай штативті аласыздар. Мына обычный штатив. Осылай примерно мен боймен бірдей. Және де өздеріңіз телефондарыңызды либо камераларыңызды қойсаңыздар болады. Вот осыны алып, осылай алып, любой жерде мысалы қарап, дала болсын, любой жеріміз түсіре бересіздер. Вот саған ең қиын нәрсе не болды түсіргенде? Өзімді таныстыру өйткені ең бірінші видео YouTube'қа салынған емес болма. Да. И маған да тура сондай қателіктер болған, но бірақ қазіргі таңда мен уже жақсы сөйлейтін болдым. Яғни менде қазір 3 видео бар. И сол 3 видеоның арқасында уже сөз қорымды жинақтап алдым. Ендеше сіздер де осылай сөз қорларыңызды жинап и жаңа видеоларыңызға дайындала берсеңіздер болады. Бірақ видеодағы ең басты нәрсе ол адам қызықты болу керек. Және де өзінің сөз қорын мол болу керек. Ендеше сөз қорымызды толықтырып, ал біз видеомызды бастаймыз. Ең жаман әдет бұл сен жетістігіңді блоктайды. Көптеген адамдар осы қателік жасайды. Яғни қаншалықты осы қателік біздің өмірімізде бар. Вот осы сұрақтарға біз қазір жауап беретін боламыз. Қаншалықты сен бір жұмысты толық істедің, яғни жұмыс істегенде немесе бизнеспен айналысқанда сен осы жұмыстарда сен дамыдың. Бірақ та осы жұмыстан кейін сен бастақы 1 сағатта, 2 сағатта, 3 сағатта сен не істейсің? Вот, мен біліп тұрмын, что сен қазір прям үйіне барасында жата қаласың. Жат, жұмыс істеме, ұйықта деп ішінен айтып отырады. Осы қателік сені арманнан деген жолдан түсіріп жібереді. Яғни сен осы жұмысты істеп болғаннан кейін оған қарама-қарсы жұмыс істеген дұрыс. Яғни сен кітап оқыдың ба, енді физически жұмысты істе. Миында пайыз адамдар бұны вообще істемейді. Осы 3%-ның ішінен сен біреу болуынан болады. Сол 3% адамдардың ішіне кіру үшін саған дисциплина керек. Яғни дисциплина дегене ол сен уақытында үнемдеп пайдалануын. Сендерге ешкім бай болуды үйретпейді. Яғни менің де каналым тура сондай. Мен сендерге жол көрсетемін. Және сол жолға біз бірге жетеміз. Айтқанды істейсің бе, істемейсің бе, ол өз қолында. Яғни бұл каналда мен саған көмектесуге барынша тұрсам. Ең жаман әдет ол еріну және де уақытыңды босқа құрту. Ендеше уақытыңды босқа құртпай менің каналым бірге дамып, өз болашағыңды ойла. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online.